Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағы 4-ші сынып 169-170 сабақтар. 169-170 сабақтар. Қорытындылау дейді. Алған біліміңді қорытындылайсың дейді. Енді бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Көлемді есепте дейді. Құрылысшыға суретте берілген кірпіштерден қаланатын қабырғаның көлемін есептеуге көмектес. Қабырғаның ұзындығы 1 метр, ал биіктігі 8 дециметр. Қабырғаның енінің әртүрлі нұсқаларын қарастыр дейді. Енді суретке назар аударамыз. Енді есепті шығарамыз. Бірінші есептің А суретіне қараймыз. Бізде қабырға А1 4 см, В1 3 см, С1 5 см және А2 бізде 1 метр, яғни ол 100 сантиметрді береді. С2 8 дециметр, ол 80 сантиметрді береді. Бізге енді көлемді табу керек. Бірінші көлемді табу үшін біз А1, В1, С1-ді көбейтеміз. Енді қараймыз. А1-іміз бізде 4, В1 3, С1 5. Үшеуін көбейткен кезде 6 сантиметр куб шығады. Енді бізде А2, С2 берілген. Осылардан біз А1-ді тауып алу үшін міне 1 метрді, яғни 100 сантиметрді бөлеміз А1-ге. 4 сантиметрге, сонда 25 болады. Енді С2-ні тауып алу үшін біз С2-ні бөлеміз С1-ге, яғни 80 сантиметрді бөлеміз 5 сантиметрге, сонда 16 болады. Енді В-ның өзін табу үшін, біз көлемнің өзін табу үшін В1-ді көбейтеміз, 60 сантиметрді көбейтеміз 25-ге және 16-ға, сонда болады 24 000 сантиметр куб. Сонда қабырғаның көлемі 24 сантиметр куб болады. Енді бірінші тапсырманың Ә нұсқасын қараймыз. А1 10 см, В1 2 см, С1 2 см көрсетілген. А2-міз 1 метрге, С2-міз 8 дециметрге, яғни 1 метріміз 100 см, С2-міз 8 дециметр дегеніміз 80 см болады. Енді көлемді табамыз, бұда тоже. Енді шешуіне қараймыз. В1-ді тауып алу үшін, яғни бірінші көлемді табу алу үшін берілген сандар бойынша көбейтіп шығамыз. 10 сантиметрді көбейтеміз 2 сантиметр, көбейтеміз 2 сантиметр, сонда болады 40 сантиметр куб. Енді 1 метрді сантиметрге айналдырамыз, 100 сантиметрді бөлеміз, яғни А1-ге бөлеміз, 10 сантиметрге бөлеміз, сонда 10 болады. Келесі С2-міз бізде 8 дециметрді бөлеміз С1-ге, болады 40 сантиметр куб. Енді В-ны табу үшін 40-ты көбейтеміз 10-ға, яғни кубты, одан кейін 10-ды, одан кейін тағы да 40. Шыққан сандарды көбейтіп аламыз, сонда 16 000 сантиметр куб шығады. Сонда қабырғаның көлемі 16 000 сантиметр кубты көрсетеді. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Енді А нұсқасына қараймыз. Сызбаға назар аударамыз. А нұсқасы бізде берілген жылдамдық, бірінші жылдамдық 90 км сағат, екінші жылдамдық 70 км сағатты көрсетілген. Уақыт бұл кезде 3 сағатты құрайды екен. Ал бізге табу керек арақашықтық. S-ті табу керек. Енді біздер 2 жылдамдықты қосып аламыз. 90 км сағатқа 70 км сағатты қосқанда 160 км сағат шығады. Енді осы жерден біз арақашықтық табамыз. S тең V көбейтілген T. Дұрыс қой. Енді 160-ты көбейтеміз 3-ке, 480 км. Сонда 2 автокөліктің арақашықтығы 400 км болады. Енді Ә нұсқасына назар аударамыз. Бұда жылдамдық 90 км сағат, екінші жылдамдық 70 км сағат, уақыт 3 сағат және арақашықтық, бірінші арақашықтық 220. Жалпы арақашықтықты табуымыз керек. Жылдамдықты тауып аламыз. 2 жылдамдықты қосамыз, 90-ға 70-ті қосамыз, 160 км сағат болады. Екінші арақашықтықты табамыз, ол V көбейтілген T. Яғни бізде общий жылдамдық 160 км сағат, соны көбейтеміз 3 сағатқа. Сонда 480 км болады. S2-міз дұрыс табылды. Енді
s-ті табамыз. s-ті табу үшін s1 мен s2-ні қосамыз. Яғни бізде s1 беріліп тұр 220 километр, оған қосамыз 480 километрді. Сонда болады 700 километр. Екі автокөліктің ара қашықтығы болады 700 километр. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Баған түрінде жаз және есепте. Есептеу жазбаларын салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығы қандай? Енді бұл есепті баған түрінде шығарамыз. Міне мен шығарып жазып қойдым, балалар. Осыған қарап, өздерің дәптерлеріңе шығарыңдар. Яғни бұл жерде 4 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейткенде және ең соңғы 3 таңбалы санның ең соңы 0-мен аяқталғанда қалай шығарылады? Ортада 0 болғанда қалай шығарылады? Соған назар аударамыз. Бізде келесі 4-ші есепті қараймыз. 4-ші есеп есепте және тексер дейді. Балалар, бұны да баған түрінде шығарамыз. Мен баған түрінде шығарып жазып қойдым. Осыған қараймыз, көреміз. Өздерің дәптерлеріне шығарып, менің шығарғаныммен тексеріп алсаңдар болады. Келесі 5-ші тапсырма. Есептерді шығар дейді. Қараймыз. А нұсқасы. Мектеп спорт залының ұзындығы 32 метр, ені 24 метр. Егер 1 метр квадрат жерге 150 гектар сыр кететін болса, осы спорт залдың еденіне барлығы неше килограмм сыр қажет болады? Енді есептің шартын құрамыз. А, яғни ұзындығы 32 метр, В 24 метр, 1 метр квадратқа 150 грамм сыр кетсе, барлық еденге қанша килограмм сыр кетеді? Енді шешуі. Біз ауданды тауып алуымыз керек. Ол үшін ұзындығы мен енін көбейтіп аламыз. 32-ні көбейтеміз 24-ке, 768 метр квадрат болады. Енді 1 метр квадратқа бізге 150 грамм кететін болса, 768 бізде общий барлық не болады? Ауданы болады. Сол спорт залдың ауданы 768 метр квадратты көбейтеміз 150 граммға. Не себепті? Өйткені 1 метр квадратқа 150 грамм сыр кетеді. Сондықтан 768 150-ге көбейткенде 115.200 грамм болады. Оны біз килограммға айналдыруымыз керек. Өйткені бізге килограмммен сұрап тұр. Еденге қанша килограмм сыр қажет деп тұр. Сондықтан 115 килограмм 200 грамм қажет болады. Сонда барлығы 115 килограмм 200 грамм сыр қажет. Осы спорт залды сырлау үшін. Келесі 5-ші есептің Ә нұсқасын қараймыз. Мектепке жөндеу жұмысын жүргізу үшін 18 қорап ақ және осындай 24 қорап көк түсті қыштақталар әкелінді дейді. Ақ және көк түсті қыштақтаның жалпы саны 1470. Әр қорапта неше қыштақта бар дейді. Енді қараймыз. Шартын жазып алайық. Ақ түсті 18 қорап, көк түсті 24 қорап. Жалпы 1470. Әр қорапта қанша қыштақта бар? Енді біз общий қорапты тауып алайық. 18-ге қосамыз 24-ті 42. 1470-ті бөлеміз 42-ге, сонда 35. Сонда әр қорапта 35 қыштақта бар. Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.